Қыз бала, қазақ айтады, қызға 40 үйден тыйым дейді. Тыйым деген сөзді біз қазір қатты қабылдаймыз. Тыйым деген қамқорлық деген сөз еді көзде. Қызға 40 үйден қамқор болып жүру, оның бірдеңкеге ұрынып қалмауы, бақытсыз болып қалмауы, аяқ астынан от басып қалмауы, бір танымайтын, білмейтін адамның құрбандығына айналып кетпеуі. Қазіргі тілмен айтқанда, маньяктар менен әртүрлі психический аурулардың құрбандығына айналып кетпеу үшін қызды қорғап, қолпаштап, жағдайын жасап жүру деген сөз ғой енді. 40 үй болып. 40 үй деген бір ауыл деген сөз. Яғни бір ауыл болып, бір қызды бақытты қыла алса, ол ауылдың еңбегі ақталды деген сөз. Сондықтан біз қазір өкінішке орай бір ауыл түгіл көрші үйдің қызы кім екенін танымай жатамыз. Немесе ағайынымыздың қызының атын сұрап жатамыз. Бұл да терең араласпағандықтан, жақын болып бір-бірімізге сый-сияпат беріп, балаларымызды ойнатып бір-бірімен жақын қылмағандықтан болып жататын осындай нәрселер бар. Сондықтан қыз балаға байланысты айтарымыз, қыз балалар, қарындастарым, алтындарым, сенің қолыңдағы сотовый телефоның сенің өзіңнен қымбат болып кетпесін. Сен телефоныңның кодын ешкімге бермейсің. Телефоныңның, смартфоныңның бетін ешкімге сипатпайсың. Телефоныңның ішіндегі архивке ешкімді кіргізбейсің. Бірақ сенің шашыңнан біреу сипап жүрсе, сенің омырауыңа біреу тұмсығын тығып жүрсе, сенің жан дүниеңдегі сырыңды біреу таңға дейін тыңдап жүрсе, онда сенің қолыңдағы телефоннан сенің арзан болғаның. Онда сенің тағдырың біреулердің қолындағы кілтке тіреліп қалғаны. Біз европалықтар немесе кейбір славян халықтарына айырмашылығымыз бар. Біз шығыс халқымыз, біз мұсылман халықпыз. Біз бекзат тамақ жеген, тамақтың ең қымбатын жеген, тұлпардың ең тектісін мінген, үйдің ең тазасында тұрған, киімнің ең асылын киген халықпыз. Бабаларымыз кеше алтыннан киім киген, жылқыны ең бірінші болып қолға үйреткен, харам нәрсе жемеген, адал нәрсені тұтынған, адал сүт емген, ақ некесіз қосылмаған, текке қараған, қанша сұлу болса да қойның алма арсызды, қанша шешем болса да дауға салма малсызды деп, әр нәрсенің парқын білген халық болғандықтан, біздің қыздарымыздың генінде, ұлттық кодында, жан дүниесінде біреуден қамқорлық күту деген бар. Қазақ қыздары неге сеніп қалады? Неге сенгіш? Себебі ол адамдар оған жанашиды деген ішінде коды бар. Жан дүниесінің бір жан дауысы бар. Мысалға бір кішкентайынан подвалда ойнап өскен дядкалар менен мама-папа ойнаған неше түрлі бір қыздар болады, әртүрлі. Сол славян халқының ба басқа қызды сен Алматыдан пойызға сап жіберсең, анау Магаданға дейін. Кішкентайынан шарап ішіп темекі шегіп өскен жаңағы қыз Алматыдан сонау Магаданға дейін ешкімге зорланбай-ақ, ешкімге ұрыспай-ақ, елмен гитарасын тартып, шайын ішіп, ахаха-хахахамен аман-есен жетеді. Бір апта жүрсе де. Ал енді үйден шықпаған студент болған бір қазақтың қызын Қызылордадан Алматыға сап жіберсең пойызға, ана Шиеліге дейін ешкім шай бермейді. Ана Түркістанға барғанша купедегі адам ұрсады. Ана Алматыға барғанша кошелегін жоғалтады. Алматыдан түскен кезде біреу настроениесін түсіріп тастайды оны. Неге? Себебі қазақтың қызы қамқорлықта өсуге бейім жаратылған. Оның ағасы, көкесі, әкесі, жәкесі, құдасы, көршісі, барлығы, ой, Салтанат, Қарлығаш, Айгүл, қалың қалай, жақсы ма, жаным, күнім деп өскенбіз біз. Біздің анау 1000 жылдық тарихымызда, ұлттық кодымызда қыз балаларымыз сенгіш біздің. Қыз балаларымыз сырын сеніп тапсырады. Сондықтан қазақтың қыздарын подружкаларына сеніп қап, ол жақсы көріп жүрген жігітін айландырып алып, неше түрлі бәлелер болып жататын сол. Сондықтан біз әлі де осы қамқорлығымызды сақтау керек. Бір үйде қыз өсіп келе жатыр ма, біз өкінішке орай қораға қамаған мал сияқты балаларымыздың амандығына ғана мәз боламыз кейде. Тәк спальныйды ашамыз, қызымыз бар ма? Жатыр. Олымыз бар ма? Бар. Жоқ болса қайда дейміз, болды. Үйге келгенде қызымызбен сырласу керек. Әке ретінде де, ана ретінде де, ішкі дүниесіндегісін сізге шығармаса, көшедегі тәжірибесі жоқ бір подружкасына шығарады. Ішіндегісін сізге шығармаса, бір вечерде кездесіп қалған ұлға шығарады. Ал ол адам басқа жаққа пайдаланып кетуі мүмкін. Сондықтан үйіңізге барыңыз. Қызыңызбенен әңгімелесіңіз. Әңгімелесудің 1000 варианты бар. Ол отыра сап, ал әңгімеңді айт десең, ешкім айтпайды саған әңгімесін. Киноға ертіп бар, паркке шық, сыртқа қыдыр, ойнат, ойыншық апер, басқа қыл, кафеге апер, жаңадан ашылған кафеден тамақ апер, сөйтіп жүріп адамның іші ашылады.